Ибрахим алейхиссалам және оның ұлдары Исмаил мен Ысқақ алейхиссалам. Кейбір деректерде Ибрахим пайғамбар Ефрат өзеніне жақын жердегі Бабыл қаласында дүниеге келген. Ибрахим алейхиссалам әйгілі 5 ірі пайғамбардың бірі, һәм пайғамбарлардың атасы. Осы пайғамбарлардың ішінде 3 үлкен пайғамбар бар. Оның ақырғысы Хазірет Мұхаммед пайғамбар, саллаллаху алейхи вассалам. Алла тағала Мәриям сүресінде ол жайлы кітапта Ибрахимді есің ал, ол шыншыл пайғамбар ет дейді. Хақ тағала Ибрахим пайғамбарға алейхиссалам көптеген ерекшеліктерді нәсіп етті. Атап айтқанда көптеген пайғамбарлардың атасы, тақуалардың имамы, елшілердің құрмет тұтар ұстазы болды. Алла тағала оны елші мен хабаршы пайғамбарлардың арасынан таңдады. Оған Халилур Рахман, Алланың досы деген ерекше мәртебе берді. Құранда оған Ысқақты, Жақыпты бердік, және оның ұрпақтарына кітап, пайғамбарлықты нәсіп еттік, һәм өзіне дүние сыйлығын бердік. Әрі ол ақыретте де салихалы жандардың бірі болады дейді. Ибрахимнің алейхиссалам мұншама қадірлі болуының өзіндік мәні бар. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде сынақтың ең ауырына алдымен пайғамбарлар ұшырайды дейді. Ал Ибрахим алейхиссалам ең үлкен пайғамбар және пайғамбарлардың атасы болғандықтан оған келген сынақты заңғар таулар да көтере алмайтындай ауыр еді. Ол өз өмірінде көптеген қиыншылықтарға душар болды, бірақ осының бәріне сабырлық сақтай білді. Осалдыққа берілмеді. Өмірдегі ең үлкен сынағының бірі баласы Исмаилды құрбандыққа шалу жөніндегі аян еді. Ол осы сынақтан да сүрінбей өтіп, Раббысының құзырына шынайы құлшылығы мен асқан мойынсұнғыштығын, иманының беріктігін көрсетті. Сол себепті Құранда шындығында Ибрахим шынайы жүрек, тұнған таухид сенімімен Алла тағалаға бас иген жалғыз өзі бір үмбет халық еді. Ол ешқашан мүшриктердің бірі болмады дейді. Хақ тағаланың оған мұншалықты баға беруі жайдан жай емес. Ол пайғамбарлардың әкесі, тақуалардың имамы, иманның рәмізі. Сыналғанда сабыр еткен, жеңгенде шүкір еткен, жаратқанға жақын құл еді. Сондықтан Құранда Алла тағала Ибрахимді дос тұтты деп, оның ұлы жаратушыға жақындығы айтылады. Бабыл халқы. Ибрахим пайғамбардың елі 3 түрлі пұтқа табынатын. Біріншісі сол елдің патшасы Нәмрут еді. Ол өзін тәңір санаған қатыгез адам болатын. Байлығы мен малының қисабы жоқты. Халық қуаңшылыққа ұшырап оларға азық-түлік таратар кезде алдымен сен біздің тәңірімізсің деген сөзді міндетті түрде айтқызатын. Задында оның өзін тәңір санауының себебі жаратқанның берген байлығын көтере алмағандығынан еді. Екіншісі көктегі жұлдыздарға, ай мен күнге табынатын. Үшіншісі жердегі өздері қолдан жасап алған жансыз пұттарға табынатын. Тіпті кейбір деректерде көктегі әрбір жұлдыз үшін бір пұт жасап, бұл пұттар көктегі жұлдыз тәңірлеріне баланып, олардан шапағат күтетін. Міне, Ибрахим алейхиссалам олардың осы 3 түрлі пұттары жайлы Құранда 3 жерде қисынды дәлелдер келтіріп, олардың қауқары жоқ түкке тұрғысыз екендігін айғақтап береді. Ибрахимнің алейхиссалам дүниеге келуі. Ибрахим алейхиссалам дүниеге келместен бұрын Нәмрутқа сәуегейлер мен жұлдызға қарап бал ашатындар келіп, патшамыз, жұлдыздарға қарасақ, осы жылы бір күтпеген оқиға болайын деп тұр. Осы бір жыл ішінде сенің еліңде бір бала дүниеге келеді. Ол бала халықтың дінін өзгертеді. Өзгертіп қана қоймай сенің патшалығыңды да жермен жексен етеді. Бірақ ол баланың кімнің отбасынан шығатынын білмейміз, сондықтан осы жылы туатын барлық ұл балаларды өлтіруге жарлық бер дейді. Өз сәуегейлеріне мүлтіксіз сенетін, әрі тікелей өз басына қатысты мәселе болғандықтан, Нәмрут дереу әр үйге бір күзетші қойып, ұл бала туылса өлтіріп тастауға бұйрық береді. Бұл маңда Азар есімді кісі өмір сүретін. Сол жылы оның әйелі жүктеді. Бірақ оның жүктілігін ешкім байқамайтын. Патшаның бұл әрекетінен сескенген Азар әйелін алып Басра мен Куфа арасындағы бір ауылға жақын жердегі бір үңгірге жасырды. Көп ұзамай ұл бала дүниеге келді. Ол
Ибрахим пайғамбар еді. Кейбір деректерде Ибрахим пайғамбардың Мұхаррам айының 10-шы күні дүниеге келгендігі айтылады. Арада айлар жылжып өтіп жатты. Намруттың жүрегіндегі қорқынышы сейіліп, бірте-бірте бір кездері сәуегейлерінің айтқан сөздерінде ұмыта бастады. Сөйтіп ол, бұл сәуегейлердің сандырағы деп түсініп, бұрынғы жарлығының күшін жойды. Ибрахим алейхиссалам 1 жасқа дейін үңгірді мекен етті. Бірақ сол кездің өзінде ол сырттай қарағанда 1 жастағы баладай емес, ересектерше мінез байқататын. Азар бір күні замандастарына келіп, менің бір балам бар, оны осы күнге дейін жасырып өсіріп келем. Егер оны сыртқа шығарсам, Нәмрүттің зияны теймей ме деп сұрап еді. Олар, жоқ, Нәмрүттің оны ұмытқанына қай заман, ол өзінің жеке басының шаруасымен әлектейді. Осыдан кейін Азар Ибрахимді үңгірден үйіне ертіп әкеле жатқанда, қараңғы үңгірден өзге еш нәрсе көрмеген ұлы, жол бойы көзіне көрінген жанды жансыздың барлығының атын сұрап, әкесінің есін шығарды. Әкесі де оның сұрағына ерінбей жауап беріп келе жатты. Бір кезде үйіне жақындай бере, Азар баласының мына бір сөзін естіп, жағасын ұстады. Бұл кезде бала, бұлардың сөзсіз бір жаратқаны бар ғой деп күбірлеп келе жатқан еді. Азар пұт жасап, оны базарға апарып сатып күнелтетін. Ибрахим пайғамбар асық ойнайтын жасқа жеткенде, әкесі оған өзі жасаған бірнеше пұттарды базарға сатып келуді бұйырады. Бала әкесіне қарсы келе алмай, амалсыз көнеді. Бірақ пұттарды құрметтемей, мойындарынан жіппен байлап, базарға сүйреп барады. Жұрт жас баланың бұл қылығын ерсі қабылдайды. Олар болған жайтты дереу әкесіне хабарлап, жайлап түсіндірді. Азар дереу базарға келіп баласының қылығын көріп, төбесінен жай түскендей состиып тұрып қалды. Ибрахим алейхиссалам пұттарды шетінен тізіп қойып, оларға ыдыспен су ұсынып жатты. Бірақ олар қозғала қоймады. Әрі-бері әбігерге түсіп, ішкізе алмаған соң суды олардың төбесінен бір-ақ құйды. Әкесі оған ашуланып, балам, бұл не қылғаның дейді. Бала Ибрахим, әке, көрмейсіз бе, пұттарға су беріп жатырмын дейді. Әкесі одан сайын ашуға булығып, балам, олар су ішпейді ғой дейді. Сонда бала Ибрахим, су іше алмайтын бұл не қылған тәңірлер деп жауап берді. Бұл сөзі ұтым деді. Сөйтіп бұл жолы әкесін де, айналадағы жұртты да уәжге жықты. Алайда оны тыңдаған әкесі болмады. Осылайша жылдар зулап өтіп жатты. Ибрахим алейхиссалам ел жұртқа пұттардың түкке тұрғысыз екендігін дәлелдеп жүрді. Соңғы кездерде оған пайғамбарлық міндеті де жүктелген болатын. Халық Азарға баласының пұттарды мазақ етіп жүргенін айтып ескерту жасай бастады. Әкесі баласын шақырып алып, біраз насихат айтты. Айтқандарын үнсіз тыңдаған Ибрахим алейхиссалам осы мүмкіндікті пайдаланып, алғаш рет әкесін дінге ашық шақыра бастады. Сол уақытта әкесіне, әкешім, естімейтін, көрмейтін, сондай-ақ өзіңе ешбір пайдасы жоқ нәрсеге неге табынасыз? Әкешім, расында сізге келмеген ілім маған келді. Ендеше маған ілесіп, мен жүрген жолмен жүріңіз. Мен сізді тура жолға салайын дейді. Аяттарға зер сала қарасақ, Ибрахим алейхиссалам әкесін сіз қараңғылықта қалып, жол таппай адасқан жансыз деп кінәламайды. Қайта хақ тағаладан өзіне тура жол келгенін айтып, жұмсақ тілмен жеткізеді. Әрі әкесін тура жолға түсіңіз деп қыстамайды. Мен әкелген тура жолыма кіргеніңіз мен үшін де, сіз үшін де пайдалы деп жылы сөзбен жеткізеді. Осыдан кейін баласы Ибрахим оған, әкешім, шайтанға табынбаңыз, өйткені шайтан хақ тағалаға қарсы шыққан әзәзіл дейді. Яғни табынған пұттары шайтанның оларды тұзаққа түсіріп, сонда мәңгілік азаптау үшін жасалған ойындары мен айла тәсілдері екендігін, сол себепті пұтқа табыну шайтанға табынумен парапар екендігін ұзақ түсіндірді. Тіпті соңында шайтанға табынудың соңы оған дос болу, ал оған дос болған адам әсте Алла тағаламен дос бола алмайтындығын, сол себепті мәңгілік жаһаннам отында қалатындығын айтты. Әкешім, пұттарға табынудың кесірінен хақ тағаланың азабына ұшырайсыз ба деп,
әрі шайтанға болсатыныңызды ойлап, жүрегім сыздап, қатты қайғырам. Егер де сізге азап келетін болса, онда мәңгі тозақта қалғаныңыз. Өйткені Алланың қас дұшпанымен дос болу, Алла тағаламен мәңгілік қас болғанмен тең. Аяттарда «Уа әкешім» деген сөз бірнеше мәрте қайталанады. Бұл бір жағынан Ибрахим пайғамбардың әкесіне деген құрметі болса, енді бір жағынан оның азаптан құтылу үшін соншалықты жалынышты үні әкесін тура жолға салуға деген асқан құштарлығының белгісі. Алайда Азар баласының айтқандарына құлақ аса қоймады. Қайта насихат айтып: «Ей Ибрахим, сен тәңірлерімнен бет бұрасың ба? Егер мұндай қылығыңды қоймайтын болсаң, әрине сені тас боранның астына аламын, әрі сен бұдан бұлай менен аулақ жүр» деп жауап берді. Ибрахим пайғамбардың жүрегіне әкесінің мына сөзі инедей шаншылды. Қатты күйзеліп, жаны сыздаған ол әкесіне: «Әкешім, сөзіме құлақ салып, бір сәт болсын ойланып көрмедіңіз бе? Сіз менің әкем болған соң қатты айта алмаймын. Ендігі жерде өмірден өтіп көз жұмғанға дейін Хақ тағалаға қол жайып, дұға қылып, өзіңіздің тура жолға келуіңізді тілеймін. Мен ғаламзатты жаратқан ұлы жаратушыға ғана мойынсұнып, соған ғана қол жайып, дұға тілеймін. Сіз үшін Хақ тағаладан кешірім тілеп, истихфар етемін. Мүмкін ол менің дұғамды қабыл алып, күндердің күні иманға келерсіз» деп, одан үміт үзбейтіндігін білдірді. Хақ пайғамбардың алейхиссалам адам жүрегін тебірентер бұл сөзі әсіресе кешірім тілеймін деуі әкесіне деген жанашырлығы мен иманға келсін деген көңіл қалауы ғана болатын. Ибрахим алейхиссалам сөзінде тұрып, әкесі көз жұмғанша иманға келер деп үміттеніп дұға етумен жүрді. Бірақ әкесі Азар өлілгенше пұт жасап, сол өзі жасаған пұттарға табынып, солар үшін жанын құрбан етуге қашанда әзір еді. Ол өлген кезде Хақ тағала Ибрахим пайғамбарға оның кәпір күйінде кеткенін айтады. Осы сәттен соң Рахым пайғамбар әкесі үшін кешірім тілеуді, дұға етуді тоқтатты. Бұл жайында Тәубе сүресінде Алла тағала Ибрахимнің әкесі үшін жарылқау тілеуі, оған берген бір уағдадан аттап кете алмағандығынан ғана еді. Оған өз әкесінің Алланың дұшпаны екені белгілі болған кезде ол дереу одан безді. Расында Ибрахим қажырлы, әрі жұмсақ мінездеді дейді. Кейбір философтардың ойынша, адам Алла тағаланың жер сахнасындағы ойыншық қуыршақтары. Жалыққан кезде қабірге лақтырып тастайды. Бұл осы пікірге ұқсас. Алайда адамның қуыршақ болмауының бірден бір дәлелі оның ақылы мен еркінде жатыр. Адам өз еркі арқылы жамандыққа да, жақсылыққа да бұрыла алады. Тіпті кәпірлердің жаратушы жаппар иеге қарсы шығып, тіл тигізіп, оны жоққа шығаруының өзі пенденің қуыршақ емес, өз қалауынша әрекет ете алатын кеудесінде жаны, басында миы бар ерікті жаратылыс екендігінің айқын дәлелі. Міне, Ибрахим де алейхиссалам иманға келсін деп әкесіне көп жыл дұға еткенімен, Азар өз ықтиярмен иманға келуді қаламаған соң, Хақ тағала оған зәредей мейірімін төкпеді. Пайғамбарымыздың бір хадисінде: қиямет күні Ибрахим әкесі Азармен кездеседі. Азардың жүзі қап-қара, үсті басы шаң тозаңнан көрінбей тұрады. Ибрахим алейхиссалам әкесіне: мен сізге дүниеде маған қарсы шықпаңыз, менің жүрген жолыммен жүріңіз, сізге тура жолды көрсетейін деген жоқ бедім дейді. Азар баласының айтқанын істемегеніне қатты өкініп, бүгін саған әсте қарсы шықпаймын деп жауап береді. Осы кезде Ибрахим: я Раббам, сен маған адамдар қайта тірілетін күнге дейін сені қор етпеймін деп уағда етіп едің ғой. Енді мына әкемнің халіне қара. Мен үшін бұдан артық қорлық бар ма деп қолын жайып жалбарынады. Алла тағала: Ибрахим, мен жәннатымды кәпірлерге харам еттім. Әкең кәпір болып өлді. Сен оның кесірінен өзіңді қор санама. Ибрахим: анау екі аяғыңның астындағы не нәрсе дейді? Ибрахим аяғының астына үңіледі.
қан қорқау қасқырды көреді. Хақ тағала азарды күпірлік үшін осындай кейіпке айналдырып жібереді. Ибрахим әкесінің мына жан түршігерлік халін көріп, қатты күйзеледі. Азар сол сәтте тозаққа тасталады. Менің Раббым мынау ма? Ибрахим пайғамбар пұттарға табынудың бұрыстығын түсіндіріп, елін таухидке шақыра бастады. Елі жұлдыздарға табынатын. Ибрахим алейхиссалам небір қисынды дәлелдер келтіріп, пұттардың тәңір бола алмайтындығын түсіндірді. Бірде тіпті мынандай оқиға орын алды. Бұрында сан мәрте айтып түсіндіре алмаған соң, Ибрахим алейхиссалам тың тәсілге жүгінді. Бірде елдің алдында дінді насихаттап тұрғанда түн болып аспаннан жұлдыз көрінгенді. Сол сәт ол көктегі жұлдызды көрсетіп, «Осы ма менің Раббым? Бәрімізді жаратты деп жүргендерің мына жұлдыз ба?» деп елге сауал тастады. Насихатын ат үсті тыңдап тұрған халық оның бұл сөзіне елең етіп құлақ түре қалды. Олар «Менің Раббым мынау ма?» деген сөзді естігенде, Ибрахим алейхиссалам халықтың сенімін қабылдады екен деп ойлап қалды. Шамасы, ол осы кезде дүйім жұртқа жалпы жұлдыздардың жаратылысы, жарығы, түнде адасқан жан соған қарап жол табатынын айтып, жалпы оның жаралу хикметі туралы сөз қозғаса керек. Оның жаратылғандығына назар аударса да, соңғы сөзін өз көздерімен көрсін деп кейінге сақтады. Халық үйлеріне тарқады. Таң сәріде олар ерте оянып, ісіне кірісе бастағанда, әлгі жарқырап көрінген жұлдыздардың жарығы бірте-бірте азайып, көз алдарында ғайып бола бастады. Сол кезде Ибрахим алейхиссалам дауыстап, «Уа халқым, түнде мына жұлдыз аспанда жарқырап тұрғанда, мен сендерден, менің құдайым мынау ма деп сұрадым. Сонда сендер, бәріміздің құдайымыз осы деп жамырасып едіңдер ғой. Ендеше, құдайларың қайда кетті? Неге ол түнде ғана көрініп, күндіз жоғалып кетеді? Көзден таса боп жоғалатындар қайтып құдай бола алмақ. Мен әсте көзден ғайып болатындарды жақсы көрмеймін» деп түндегі әңгімесінің астарын баяндады. Халық түнде жұлдыздың жаратылғандығына назар аудартып, жаратылған нәрсенің сөзсіз бір жаратушысы болатындығын насихат еткендігін енді аңғарды. Ибрахим жұлдызды көрсеткен түні аспанда ай жоқ болатын. Ол әдейі ескі айдың жоғалып, жаңа ай әлі тумаған түнде жұлдыздарға назар аудартқан еді. Осыдан соң жаңа айда туып, күн өткен сайын толса бастады. Шамасы Ибрахим оларға көрсету үшін айдың 14-ші, 15-ші күндерін күтсе керек. Өйткені аяттағы толған ай осы күндерде толып кемеліне келеді. Ендеше сол күткен күнде келіп, аяқталар мезгіл жеткенде күн көкжиекке батты. Көп замай аспанды қара шәлідей торлаған қараңғылық көкжиекті де бүркеп алды. Осы кезде көкте толған ай сүттей жарқырап жер бетіне нұрын шашты. Сол түні аспан әлемінде бір шөкім бұлт та жоқ еді. Ибрахим жиналған халық алдында айды нұсқап, әлде сендер айтып жүрген менің жаратушым осы ма? Осы ғой шамасы, солай ма деп айғай салды. Халық тағы да жиналып, сөзіне құлақ түрді. Ол шамасы айдың жұлдыздан әлде қайда үлкендігін, сол себепті жер бетіне жұлдыздарға қарағанда жарығы да көбірек түскендігін айтып, оның да жаратылыс хикметіне назар аудартса керек. Бірақ халық оның бұл сөзін әрине Құдайымыз туралы жақсы сөз айтып жатыр деп ұққандай болды. Ертеңгісін оянып, ісіне кіріскен шақта Ибрахимнің алейхиссалам айқай салған дауысы тағы да таңғы ауаны тіліп түскендей болды. Ибрахим алейхиссалам халыққа қарап, «Уа халайық, қайда әлгі түнде жер бетіне нұр шашқан үшін Құдайымыз деп тәңір санаған толған айларың? Жаңа ғана көз алдымда алдымен жарға әлсіреп, артынша өзі де бұлдырап көрініп тұрды да, мүлдем ізім қайым жоғалып кетті ғой. Ол Құдай болса неге жоғалады? Кілең жоғалғыштары қалай ғана Құдай бола алады? Осыған бір сәт ой жүгіртіп көрдіңдер ме? Бір жаратқанның өзі сақтасын. Егер де сол Раббым маған тура жолды көрсетіп, жүрегіме иман ұялатпағанда, мен де сөзсіз адасып, шіркке ұрынар едім» деп насихатын тамамдады.
Осыдан кейін көп замай күн шықты. Күн шығысымен көк аспандағы күллі жұлдыз да, ай да түгелдей көзден ғайып болды. Жер беті жарқырап, күн шұғыласын шашты. Осы кезде Ибраһим пайғамбар тағы да дауыстап: «Уа халайық, әлде мынау ма менің Раббым? Бұл әлгілердің бәрінен де үлкен ғой, жарығы көз ұялтады. Бірақ қайдам, бұл да әлгілердің соңына түсіп жоғалып кетіп жүрмесе» деді. Күн түс әлетінде тас төбеде тұрып алды да, көп замай батысқа қарай асығып бара жатты. Ақырында жарығы азайып, қызарып барып батты. Іле жер бетін меңіреу қараңғылық тұмшалады. Осы кезде Ибраһим алейхиссалам: «Уа халқым, қайда әлгі барлық құдайлардан үстем күн құдайларың?» Әлгінде тас төбеге шығып, жарығын шашып тұр еді. Ол да батысқа құлап ғайып болып, жоғалғандардың артынан кетті ғой. Жоқ халқым, сендер өз-өздеріңді босқа алдамаңдар. Олардың бәрі құдай емес. Қайта жер бетіндегі жанды жансыз секілді сендерге хақ тағаладан берілген қызметшілерің. Олар күнде бір көрініп, бір жоғалу арқылы өздерінің әсте жоғалмайтын бір жаратушысынан хабар беруде. Өйткені жоғалған нәрсенің қайта пайда болуы, оны қайта бар етіп жарыққа шығаратын жалғыз Құдайдың бар екендігіне бұл тартпас дәлел. Ендеше тәубеге келіңдер. Уа халқым, мен сендердің Раббыма серік қосқан барлық істеріңнен де, пұттарыңнан да, ойларыңнан да аулақпын. Мен әсте Раббыма ортақ қоспаймын. Мен ханиф, таухидшіл болып, жүзімді көк пен жерді һәм олардың ортасындағы барлық нәрсені жаратқан хақ тағалаға бұрдым дейді. Осылайша Хазірет Ибраһим елінің көктегі тәңірлерінің түкке тұрғысыз екендігін дәлелдеп, олардың әсте құдай бола алмайтындығын айқындап, кемшіліктерін беттеріне басты. Елі оның айтқан осынау ащы шындығына қарсы уәж айта алмай, бастарын салбыратқанымен, оның дінін қабылдамай, естімеген, білмеген адамдарша ескі әдеттерін жалғастыра берді. Ибраһим пайғамбар осыдан кейін халықтың Құдай деп санаған мүсіндер мен пұттарының шыбынның қанаты құрлық құны жоқ, мүлде қауқарсыз екенін айтып, елін таухид дінге шақырды. Ол бірде пұттардың басына жиналып, оларға табынып жатқан халықтың қасына келіп: «Мына жансыз пұттарды өздерің жасап алып, неге сонша бас ұрып табынасыңдар? Табынғандарыңмен қоймай, зар илеп одан жақсылық тілейсіңдер. Жерге түсіп кетіп шағылып қалса, Құдайымыз шағылып қалды деп жылайсыңдар. Олар бар жоғы санадан жұрдай тас пен ағаштардың бөлшектері ғана ғой. Бастарыңа бір іс түскенде осыларға келіп жалбарынасыңдар. Сонда солар сендердің дауыстарыңды ести ала ма? Қалайша жансыз заттарды көк пен жерді жаратқан ұлы жаратушымен теңестіре аласыңдар?» деп сұрайды. Сонда олар: «Бұларда сен айтқан ерекшеліктердің ешбірі жоқ. Бірақ ата-бабаларымыз неше ұрпақтан бері осы тас мүсіндерге табынып келген. Ендеше ата-бабаларымыздың жолын қалайша ұмытамыз? Олар осыларды құрметтеп, кие тұтқанына қарағанда, біз білмейтін бір тылсым сыр немесе қасиеттің болғаны сөзсіз». Хазірет пайғамбар олардың бұл жауаптарын естіп, көңілі құлазып, жүрегі сыздады. Сол себепті шыдай алмай, халыққа дауыстап: «Алла тағаланың атымен ант етейін. Сендер де, ата-бабаларың да қатты қателескенсіңдер. Өйткені жаратқанға жаралғанды теліп, оларға құлшылық еткендерге үлкен азап дайын тұр. Бәріңде жолдан тайып, көпірліктің құзына құлағансыңдар» дейді. Одан кейін таухидке шақырып: «Алла тағалаға құлшылық қылыңдар да, содан ғана қорқыңдар. Егер білсеңдер, осылай істегендерің сендерге әлде қайда пайдалы. Алладан өзге табынғандарың сендерге ризық бере алмайды. Оған құлшылық қылыңдар да шүкіршілік етіңдер. Күндердің бір күні сөзсіз сол жаққа қайтарыласыңдар. Егер сендер өтіріксіп сенбесеңдер, обалдарың өздеріңе ғана. Расында сендерден бұрынғы елдер де сенбеген. Пайғамбардың міндеті Алланың аманатын орындап, елге ақиқатты жеткізу ғана» дейді.
Елі оған жауап қайтарып: «Ей Ибрахим, сен қашанға дейін осылай елде жоқ жаңалықты шығарып, біздің басымызды айналдыра бересің? Әлде де біз саған жанымыз ашып, түзелуге шақырып отырмыз. Отпен ойнама, отпен ойнасаң қолың күйеді. Пұтпен ойнасаң тәтті ғұмырың күйеді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген. Өз басыңа өзің пәле тілеме. Бір күні мына тәңірлеріміздің киесі ұрып қаһарына ұшырайтын болсаң, еш қайсымыз сені құтқара алмаймыз» деп ескерту жасап қорқытқан болды. Хақ пайғамбар соқыр, мылқау, танымас тірі жанды дегендей, мына пұттардың қолынан бір нәрсе келеді деп ойлайсыңдар ма? Маған бір бәле келетін болса, Раббымнан ғана келеді. Өйткені маған пәле, науқас жіберіп, одан соң айықтыратын сол Раббым ғана. Сендер ап-айқын ақиқатты көре тұрып, одан көпе көрнеу, теріс айналудан қорықпағанда, сасық қиялдарың ойлап тапқан мына пұттарыңнан мен қорқуым керек пе деп уәж айтады. Осыдан соң халық жаңа бір әдіске көшіп, Хазірет Ибрахимді келемеждей бастады. Олар: «Уа Ибрахим, сенің әкелген ақиқатың хақ па, әлде бізді ойыншық қылып келемеждеп жүрсің бе? Мұндай батылдық сенің бойыңда қашаннан бері пайда болған? Соншама кіміңе сеніп жүрсің?» деп қытығына тиеді. Хақ пайғамбар: «Жоқ, бұл ойларың дұрыс емес. Мен сендермен ойын ойнауға келген жоқпын. Өйткені иман мәселесінде айла, ойынға орын жоқ. Мен өзіме толық сенімдімін. Мына жансыз пұттарыңның сендерге әсте бақыт әкеле алмайтындығын, олардың тәңір де бола алмайтындығын қисынды дәлелмен айтып отырмын. Раббыларың көктер мен жердің Раббысы. Солардың барлығын өзі жаратты. Ол жаратқан нәрсесіне өзінің қалағанын жасайды. Оның теңі де, серігі де болуы мүмкін емес» деді. Хақ пайғамбардың сөздеріне айтарға уәж таппай, мысы басылса да, халқы оның дініне мойын сұнғысы келмеді. Түк болмағандай баяғыша күн кешті. Ибрахим алейхиссалам осыдан кейін бұлтартпайтын дәлелдермен пұттарының қауқарсыздығына олардың көзін жеткізбек болып жаңа жоспар құрды. Пұттардың қиратылуы. Бабыл халқының жыл сайын жаппай қырға шығып, ел болып тойлайтын мерекесі бар еді. Бұған еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін түгел қатысатын. Олар Хазірет Ибрахимге де: «Бізбен бірге осы діни мерекемізге қатыс, сол кезде біздегі сенімнің дұрыстығына көзің жетеді» деді. Хақ пайғамбар жұлдыздарға қарап тұрып: «Мен науқаспын» деп жауап береді. Бұны естіген халық: «Ибрахим жұлдыз тәңірлердің киесіне ұшырап, кесел тапты. Тойымыздың шырқын бұзар, бәлесінен аулақ» деген ойға барды. Сөйтті де оны жалғыз қалдырып кетті. Осы мүмкіндікті пайдаланған Ибрахим пайғамбар алейхиссалам ойындағысын жүзеге асырмақ болып, қолына балта ұстап пұтханаға беттейді. Қызметшілеріне дейін тайлы таяғымен мерекені тойлауға кеткендіктен Ибрахим пайғамбар пұтханаға еркін кірді. Әдетте қауымы мерекеден қайтқан соң пұттардың құрметіне әзірлеген осынау жылы жұмсақты өздері тауысатын. Хақ пайғамбар жансыз пұттарға астан ұсынып: «Ал, қанекей, дәм алыңдар» деді. Аздан соң: «Сендерге не болған өзі? Мүлдем тілден қалғансыңдар ма? Қане, бірдеңе десеңдерші» деп оларға шүйлікті. Бірақ бәрі де үнсіз. Пұтхананың іші толған тастан, ағаштан немесе балшықтан жасалған жансыз мүсіндер. Кәдімгі шебер ұсталардың қолтаңбалары. Әу баста қалай қойылса, қазірде міз бақпаған күйде мелшиіп тұр. Пенденің өзі жасаған жансыз мүсіндер неліктен өзіне үстемдік етіп тәңір болу керек? Бұл мүсіндер ұсталардың қолынан шыққан бұйым емес пе? Ендеше неліктен адамдар өз жасағандарына табынуы тиіс? Бәріне көз жүгірткен хақ пайғамбар уақыт оздырмай екі білегін сыбанып, қолына балтасын алып өзі тұрған жердегі пұттан бастап қирата бастады. Көп замай ең үлкенінен өзге пұттар түгел қирап, хақ пайғамбардың табанының астында жатты. Пұтхананың төрінде қирамаған ең үлкен пұт қан кетер түкті байқамастың кейпін киіп, мелшиіп тұр. Хазірет пайғамбар қолындағы балтасын
оның мойнына ілді. Жолындағы қираған пұттардың сынықтарын басып жаншып, пұтханадан шығып кетті. Ымырт үйірлі, құмарынан шыққанша сайрандаған жұрт шат-шадыман киіпте үйлеріне қайтып оралды. Осы кезде міндетін атқаруға оралған пұтхана қызметшісі табалдырықтан аттай бере әлде біреу бір шелек мұздай суды төбесінен құйып жібергендей болды. Себебі пұтханадағы пұттардың барлығы күл-талқан боп қирап жатқан еді. Өңі түсін айыра алмаған ол бір сәт сазарып тұрып қалды. Көз алдында қирап жатқан тәңірлерінің расында да быт-жыты шыққандығын аңғарды. Оның есін жиюына себепші төрдегі үлкен пұт еді. Ол оны кейіннен аңғарды. Төрдегі үлкен пұт, мыналарды мен өлтірдім, ал маған не істей аласыңдар деп, мойнына балта асына айбаттанып қарап тұрғандай. Есін жиған ол сыртқа теңселіп әрең шықты да, жан даусымен айқай салмақ болды. Алайда даусы қарылып шықты. Сосын ол өз көзіне өзі сенбей қайта ішке кірді. Барлығы бәз баяғысындай. Бұл жолы масқара, масқара, пұттар қирады, пұттар деп бар даусымен айқайлады. Көп ұзамай дауысты естіген адамдар жан-жақтан пұтханаға жинала бастады. Әркім өзінше күбір сыбырға көшті. Әдегенде бәрі де естерін жия алмады. Өйткені қысылғанда демейтін, мұңайғанда жебейтін, жалбарынса жүректегі бүкіл дертін емдейді деп ұққан тәңірлері табандарының астында қирап жатыр еді. Бір кезде біреуі дауыс көтеріп, мұндай жауыздыққа қай жүрек жұтқан барып жүр? Біздің жарылқаушы пұттарымызды қалай ғана дәті барып қиратты екен деді. Сонда біреуі, мұндай басбұзарлыққа бір-ақ адам бара алады. Ол Ибрахим деген жас жігіт деп жауап берді. Бұны қасындағылар да мақұлдады. Адасқан елдің пұттары мен пұт саналы ойларын хақ тағаладан жіберілген елшілер ғана қирата алады. Олар көп замай Хазірет Ибрахимге адам жіберіп пұтханаға шақырды. Хақ пайғамбар пұтханаға кіргенде, онда бір топ адамның жиналып, өзін күтіп тұрғанын көрді. Пұттары қираған халық, оған бір жағынан ашулы көзбен тесіліп қараса, екінші жағынан іштей қайда барады дейсің, көп замай мына пұттардың қарғысы тиеді деп, өз-өздерін жұбатты. Тіпті кейбіреуі, ойпырмай, мына пұттардың киесі бізді де ұрып жүрмесін деп абыржып, қорқып та тұрды. Олар пайғамбарға қарап, тәңірлерімізді сен қираттың ба деп сұрады. Хазірет Ибрахим, кім білсін, мүмкін әна бір үлкенірек істеген шығар. Егер сөйлей алатын болса, пұттардың өздерінен сұраңдар деді. Олар осы кезде бір сәт жетелі сөзге жүгінгендей болды. Ибрахимді мойындап, іштей, біз ең үлкен әділетсіздікке барып, өзімізге өзіміз қастық жасадық деп ойлады. Бірақ өздерін күпірлікке итермелеген азғын күш оларды қайтадан бұрынғы адасқан жолдың жиегіне жетеледі. Баяғы жартас, бір жартас, баяғы әніне басты. Ибрахим пайғамбарға, бұлардың сөйлей алмайтындықтарын сен де жақсы білесің ғой. Сөйте тұра неге бізге бұлай сұрақ қойып тұрсың дейді. Осы кезде Ибрахим пайғамбар, сөздерің өте дұрыс. Ендеше сендер Алла тағалаға бет бұрмай, зәредей пайдасы да, зияны жоқ нәрселерге несіне табынып жүрсіңдер деді. Ашулы халық дереу оны тұтқындап, Нәмрүтқа хабар салды. Нәмрүт пұттарға табынбайтын, жаңа бір сенім, жаңа бір дін әкелген бұл жас жігітті көргісі келді. Алдына келген Ибрахим пайғамбарға қарап, айтшы ғане, Раббың кім сенің? Сен сонда кімге басыйып, кімге тағзым етесің деп сұрады. Пайғамбар, менің Раббым өмірді де, өлімді де беру құдіретіне ие. Мұндай құдірет тек соның ғана қолында деп жауап қайырды. Нәмрүт сонда, сол да сөз боп па? Өмір мен өлімді мен де бер алам. Егер сенің құдайыңның бар құдіреті осы болса, онда мені құдай дей бер. Сенбесең көрсетейін деді де, дереу зынданнан өлімге үкім шығарылған екі адамды алдыртып, біреуін өлтіртті, енді біреуіне кешірім етіп босатты.
Сосын пайғамбарға бұрылып: «Мәне көрдің бе, біреуіне өлім, енді біреуіне өмір бердім. Ендеше Раббыларың менмін» деп көкірегін қағып, тағына жантая кетті. Нәмрүт Ибраһим пайғамбардың өлім мен өмір беру деген сөзінің астарын терең түсіне алмаған еді. Ол біреуді өлтіріп, енді біреуді тірі қалдырғанына мәз болып, Тәңірмін деп күпінді. Осы кезде Хазірет Ибраһим: «Сөзсіз, Алла күнді шығыстан шығарады. Ал қанекей, мықты болсаң, сен оны батыстан шығар» деп еді. Ибраһимнен мұндай сөз күтпеген Нәмрүт жүні жығылып, сілейіп тұрды да қалды. Әсіресе оның жанына ең қатты батқаны, бұғанасы қатып, буыны қатаймаған бозбаланың дүйім елдің алдында Тәңірмін деп даңғырлаған қуыс кеудесін бір ауыз сөзбен әп-сәтте қабыстырып тастағаны болды. Сөйтіп, ине жұтқан иттей сүмірейді. Қара орман халқының алдында аузынан сөзі, қойнынан бөзі түсіп, абыройы айрандай төгілді. Ұяттан жығылардай боп теңселіп әрең тұрды. Осылайша Хазірет пайғамбар елінің табынған үш түрлі құдайының өздері секілді жаратылған мақұлық екендігін дәлелдеп, әбден адасқандығын ұғындырды. Нәмрүт намысының тапталғанына қатты ызаланып, адамдарын шақырып, Ибраһимді қалай жазалау турасында ақылдасты. Ақырында былай деп шешті: «Жұлдыз құдайларын жоғалтқан, пұт құдайларын қиратқан, адам тәңірлерін ел алдында жерден алып жерге салғандығы үшін Раббым жалғыз жаратқан деп өзгені менсінбеген осы жас жігітті алаулап жанған отқа лақтырып, өртеп өлтірмек болды. Сондықтан оған арнайы бір төбесі ашық ғимарат салынып, оның іші отынмен толтырылып, сосын от қойылып, Ибраһим пайғамбар сол отқа лақтырылатын болды. Осылайша пұттарға қарсы келудің ақыры немен тынатынын өзгелері біліп жүрсін, бұдан кейін ешкімде жаңа дін ойлап, оны халыққа жеткізбесін, ұрпаққа үлгі болсын» деді. Олар осылай келісіп, ғимараттың іргетасы да қалана бастады. Кейбір дерек бойынша, бұл ғимараттың ұзындығы 30 аршын, ені 20 аршын болған дейді. Ғимарат бітіп, ішіне отын толтырылып, от қойылды. От ат шаптырым жерден алаулап көрінді. Хазірет Ибраһимді алдын ала әзірлеген манжаныққа салып лақтыруға әзірлене бастады. Осы кезде уахи елші Жәбірейіл хақ пайғамбардың қасына келді. Оған: «Ибраһим, бір нәрсе қажет пе?» деп сұрады. Хақ пайғамбар сонда: «Жоқ, еш нәрсенің қажеті жоқ. Хасбуналлахи уә нимәл уәкил» деп жауап берді. Мағынасы: маған Алланың жәрдемі жетіп асады. Ол неткен ғажап уәкіл. Манжанық жебедей тартылып барып жіберілген кезде Ибраһим пайғамбар лаулап жанған оттың ортасына гүп ете түсті. Бірақ осы кезде Хақ тағаланың әмір мен көмегі қатар келіп: «Ей от, Ибраһимге салқын әрі қауіпсіз бол» деп жарлық айтылды. Осы жарлық бойынша от Хазірет Ибраһимді ғажап рахатқа бөледі. Ибраһим пайғамбар осы оттың ішінде 7 күн жатты. Кейбір деректерде ол осы оттың ішіндегі өмірін меңзеп, жалған дүниеде ең тамаша күндерім сол оттың ішінде болған 7 күнім деген айтылады. Хақ пайғамбардың оттан шығуы. Хазірет Ибраһим отқа лақтырылғалы бері 7 күн өтті. Нәмрүт та оның халқы да осы 7 күн ішінде оны отқа жанып, әлде қашан тозаңға айналып кетті деп ойлап, соның құрметіне ұлан асыр той жасап жатқан еді. 7 күннен соң от әбден сөндау дегенде, Нәмрүт патша халқымен бірге барлығы пайғамбардың күлін көргісі келді. Бірақ олар арыстанның апанына кіріп кеткендей естері шықты. Ибраһим алейхиссалам ештеңе болмағандай оттың ішінен шығып келе жатты. Олар осындай ғажап мұғжизаны көрсе де, көрмеске салып, өз жайларына кетті. Кейбір деректерде азғана адамның иман келтіргені айтылады. Дегенмен осы кезде немере ағасының қызы Сара мен
інісі Харранның баласы Лоттың иман келтірген туралы көп мәліметтер кездеседі. Кейбір дерек Хазірет Ибрахим отқа лақтырылған кезде жасы 16-да десек, кейбір деректе 26-да болған дейді. Хақ пайғамбар осыдан кейінде халқын тура жолға жетелеу үшін хал қадірінше тырысты. Бірақ алға жығыл десе артқа жығылатын кертартпа халық тіпті кері кетті. Ибрахим пайғамбарға айтар ешқандай татымды сөзі қалмаған соң олар ебін тауып, Ибрахимді келемеждейтін немесе соққыға жығатын. Хақ пайғамбар осының бәріне төзді. Ең соңғы рет жүрек жарты сөзін айтып, ақиқатқа шақырды. Бәрібір кері кеткен халық оны теріс қабылдады, тіл тигізді, келемеждеді. Сонда ол еліне: «Уа халқым, сендер менің тура дінімді жоққа шығардыңдар. Ендігі жерде сендермен сірә басымыз бірге қоймас. Сендер жалғыз Хақ тағалаға иман келтіріп пұттардан бас тартқанға дейін осы жаулық пен қастық жалғаса бермек. Біз бәріміз бір елдің баласы болсақ та, сендер жалғыз жаратқанға қарсы шыққан соң туыстығымыздың ешбір маңызы қалмады. Өйткені иман мен күпір әсте бірге бола алмайды. Ендеше бірінің жүрегіне иман ұялаған, енді бірінің жүрегін күпір жайлаған ағайындылар ешқашан бір-біріне жақын бола алмайды. Қай кезде сендер пұтқа табынғандарыңды қойып, Хақ тағалаға сәжде етсеңдер, сол сәттен бастап арамыздағы жаулық достыққа, қастық сүйіспеншілікке айналады дейді. Хазірет пайғамбар және өзіне иман келтіргендер осыдан кейін мүшрік туыстармен қарым-қатынастарын бір жолата үзді. Хақ пайғамбар осы күнге дейін елінен көп жапа шеккен еді. Өзіне иман келтірген аз ғана мұсылманның жағдайы тым нашарлап кетті. Сол себепті оның хижрет етуі туралы Хақ тағаладан уахи келді. Ол еліне: «Мен Раббымның маған әмір еткен жеріне кетемін. Раббым маған жол көрсетеді» дейді. Нәмрұттың өлімі. Хақ пайғамбар кеткен соң, Нәмрұт есін жиып тәубаға келудің орнына одан сайын есіріп, алтын тақтың буына мастанды. Ол өзін мәңгі бақи осылай өмір сүре беремін деп ойлады. Бірақ бір күні аңдаусызда танау тесігіне шыбын кіріп кетеді. Бұл Хақ тағала әдейі жіберген шыбын болатын. Нәмрұт дереу мұрнын біресе қағып, біресе шертіп, шыбынды шығармаққа тырысты. Шыбын мұрын қуысы арқылы миына жылжи бастады. Ол қыбырлап жүрген сайын Нәмрұт бақырып, аласұрып, жанын қоярға жер таппай қиналды. Осыдан кейін ол басын қабырғаға ұра бастады. Бірақ ол қанша жан таласқанмен ештеңе өнбеді. Осыдан кейін ол қызметшісіне дәл маңдайынан дәлде бұруға әмір етті. Алайда қызметшісінің оны ұруға батылы бармады. Нәмрұт ұр деп көзі шатынап айғайлағанда барып, оның маңдайын жұдырықпен ұра бастады. Жан жағында уәзірлер мен отбасындағылар, емшілері шарасыз күйде ентелесіп тұрды. Осы шақта шыбын да бас қуысын кеулеп, миына жетіп қалған еді. Миына жақындаған сайын Нәмрүттің жаны көзіне көрінді. Жаны әбден қиналып, не істерін білмей абдыраған ол ақырында қызметшісіне темір шоқпармен ұрды. Қызметшісі темір шоқпармен бір-екі мәрте ұрған кезде Нәмрүт жерге сылқ етіп құлайды. Тыпырлап жатып жан тапсырады. Осылайша көп жылдар бойы халқына өзін тәңірмін деп жар салған Нәмрүт бір шыбынға да шамасы келмей, жұрт алдында қауқарсыздығын көрсетіп, мүрдем кетті. Ибрахим пайғамбардың хижреті. Хақ пайғамбар әйелі Сара және інісінің баласы Лотты ертіп Шамға қоныс аударды. Олар Шам аймағындағы Харран қаласына табан тіреді. Ал Хазірет Лот Харранға жақын маңдағы Садум еліне тартты. Көп замай оған сол жерде пайғамбарлықта келген еді. Хазірет Ибрахим Харранда көп тұрған жоқ. Ол Мысыр еліне баруға бел буды. Сол кездері Мысырды перғауындар билеп тұрған еді. Ибрахим пайғамбар заманындағы перғауын өте залым, айлакер болатын. Хақ пайғамбар Сарамен бірге қалаға кірген шақта перғауынға олардың келгені туралы хабар келді. Хазірет Сара ажарлы еді. Нәпсі құмар перғауын сұлу әйел көрсе болды өзіне тартып алатын. Ол Хазірет Ибрахимнен қасындағы әйелдің кім екенін сұрады. Хақ пайғамбар қарындасым деп жауап берді. Артынан Хазірет Сараға
мен оларға сені қарындасым деп таныстырдым. Менің бұл сөзімді жоққа шығарып жүрме. Расында біз дін тұрғысынан туыс бауыр саналамыз дейді. Хазірет Сара перғауынның алдына кіргенде, ол оның сұлулығына таңырқап көп телмірді. Сосын ол жаман ниетпен Сараға қолын созғаны сол еді, жансызданып салақтады да қалды. Қанша тырысқанымен қолы икемге келмеді. Ол аз болғандай жаны мұрнының ұшына келді. Перғауын бұл сырдың Сараға тікелей қатысы барын сезді де оған: мен үшін Құдайға дұға ет. Егер де дұғаң қабыл болса, мен саған тиіспеймін деді. Хазірет Сара дұға еткен заматта қолы баяғы қалпына келді. Алайда перғауынды өне бойын түгел ұялаған шайтаны түрткілеп, ақыл есі кетіп, бағанаға әрекетін қайталады. Қолы тағы жансызданып, сіресіп, қатып қалды. Жаны көзіне көрінді. Ол ұятты мүлде ұмытып, Сарадан өзі үшін Хақ Тағалаға тағы бір мәрте дұға етуін талап етті. Бұдан кейін маңына да жоламауға уәде берді. Хазірет Сараның дұға еткені сол еді, оның қолы икемге келді. Ол дереу күзетшісін шақырып: сендер маған адам емес шайтан алып келіпсіңдер, мынаны дереу босатыңдар деп әмір етті. Оны құр қол жібермей, Ажар деген бір күңді тарту етті. Осы шақта Хазірет Ибрахим алейхиссалам намаз үстінде еді. Әйеліне бір жамандықтың келмеу үшін Алладан дұға тілеп тұрды. Ол әйелін көрген кезде орнынан қозғалмастан бұл кім дегендей қолмен ишарат етті. Әйелі: Алла кәпірдің құрған тұзағына өзін сүріп, Ажарды маған қызметші етіп берді деп шүкірлік айтты. Хақ пайғамбар көп замай әйелі Сара және күңі Ажармен бірге Мысырдан Палестинаға көшіп, сол жерге қоныс тепті. Хазірет Сара жасы 70-тен асса да бала көтермеген еді. Ол бұдан кейінде перзент сүйе алмайтынын түсініп, бірақ ерінің ұрпағы болуын армандады. Сол себепті еріне күңіне үйленуді ұсынды. Мүмкін содан ұлды болып, сол ұл мына қартайған шағыңда көмекшің болар деді. Хазірет пайғамбар оның сөзін жөн көріп, күңі Ажарға үйленді. Хазірет Ажар да жай ғана күң емес, Мысыр елінің патшасының әйелі болатын. Бірақ перғауынның әскерлері бір түнде шабуыл жасап, әлгі патшаны өлтіріп, әйелі Ажарды күң етіп алғандығын. Хазірет Ажардан көп замай Исмайыл дүниеге келді. Осылайша Хазірет Ибрахимнің жасы 80-нің алтауынан асқанда ұлды болды. Хақ пайғамбар қуанышы қойнына сыймай Алла Тағалаға шүкіршілік етті. Хазірет Сара да оның қуанышын бөлісті. Бірақ оның қуанышы ұзаққа созылмады. Ол баланы және оның анасын көрген сайын жүрегіне шіркін мен де ана болсам деген арман ұялай бастады. Осы бір арман тілек күннен күнге ұлғайып, жараға айналып, ақыры Хазірет Ибрахимге бір күні сырын жайып салды. Ол ерінің өзге әйелден бала сүйгеніне ешқандай қарсылығы жоқ екендігін, қайта қуанышына ортақтығын, бірақ оларды көрген сайын оның да ана болғысы келетіндігін, алайда ана бола алмайтындығын ойлаған сайын жаны жай таппай, жүрегі сыздайтындығын айтты. Һәм оның бала туа алмауы Хақ Тағаладан берілген бір сынақ еді. Егер ана мен бала көз алдында жүрсе, осыған сабырлық таныта алмай, сынақтан сүрінуі мүмкінді. Сол себептен ана мен баланы өзінен ұзақ бір жерге апарып тастауын өтінді. Осы кезде Хақ Тағаладан уахи келіп, әйелінің өтінішін орындауын бұйырды. Яғни бұл жердегі хикмет Хазірет Исмайылдың Меккеде өсуі тиіс болатын. Мінекей, Хазірет Сараның да өтініші осыған сәйкес келді. Хақ пайғамбар жас әйелі мен баласын Мекке төңірегіндегі тау тастың қуысына әкеліп тастады. Айнала елсіз сахара, жерге қылтаң шықпайтын. Хазірет Ибрахим оларға бар жоғы бір қоржын құмыра мен бір торсық су қалдырды. Ол кетіп бара жатқанда Ажар ана да артынан қалмай: Ибрахим, бізді қайда тастап кетіп барасың? Мына елсіз тау тастың арасына бала шағаңды шынымен ақ тастамақпысың деп таңдана сауал тастады. Хақ пайғамбар
Алла тағаланың әмірін қаз қалпында орындай алмай қалам ба деп қорқып, артына бір рет болсын мойын бұрмады. Сонда ажар дауыстап, әлде саған осылай істе деп Алла тағала әмір етті ме дегенде ғана ол «Я» деп жауап берді. Сонда ғана Хазірет ажар кілт тоқтап, олай болса, Алла бізді қараусыз қалдырмайды деп артынан жәудірей қарап қалды. Мінекей, бұл жерде пайғамбарға да, оның әйеліне де жарасатын үлгі өнеге бар. Пайғамбардың хақ тағалаға деген иманының беріктігі сол тіпті әйел бала шағасын елсіз, сусыз, құлан жортпас қу медиен далаға тастап артына бұрылмай кетіп бара жатса да, әйелі бұның хақ тағаладан екендігін білген сәтте ерінің артынан жүгірмей тәуекел етіп қалып қойды. Осылайша жалғыз ана баласымен сахарада тау мен тастың арасында қала берді. Айналада өзен тұрмақ бұлақ та жоқ, қыл аяғы қылтан да жоқ. Оның үстіне ми қайнаған аптап ыстық. Түздің жыртқыш аңдары өз алдына. Хақ пайғамбар бала шағасынан бөлініп, сүт пісірім жер жүрген соң тоқтап, қағба жаққа қарап қолын жайып дұға етті. Ол Құранда былайша берілген: «Я Раббым, осы қаланы бейбіт қыл. Мені және ұлдарымды пұттарға табынушылардың қатарынан етпе. Уа Раббым, ұрпақтарымның кейбірін егінсіз ойпатқа, құрметті үйіңнің жанына орналастырдым. Уа Раббымыз, олар намаз оқитын болсын. Шүкір етсін десең, адамдардың көңілін оларға ауатын қыл. Оларды жемістеріңмен ризықтандыр». Зәмзәм бұлағы. Хазірет Ибрахим кеткен соң, ажар ана қолындағы шаранасымен жапан далада жалғыз қалды. Бірақ қарап отырмай, сол жердегі бір ағаштың жапырағынан өздеріне пана жасап алды. Баласын кейде емізсе, кейде су берді. Көп ұзамай торсықтарындағы су да таусылды. Құндақтағы сәби қарны ашып шырылдап жылай бастады. Анасы сәбиінің сай сүйекті сырқыратқан дауысына төзе алмай безек қақты. Жүгіріп, Сафаның төбесіне шығып жан-жағына көз салды. Айналадан тек ұшы-қиыры жоқ шөл дала мен тау тастар ғана көрінді. Ол осыдан кейін кері қайтып, Мәруаның төбесіне шықты. Айналадан сол баяғы сахара мен таулар көрінді. Бір жағынан айнала жүгіріп шаршаса, енді бір жағынан сәбидің ащы дауысы жанын жегідей жеді. Ол осылайша екі төбенің арасында тыным таппай 7 рет жүгірді. 7-ші мәрте Мәруаның төбесіне шыққанда құлағына ғайыптан бір дауыс естілді. Ол дереу: «Ей дауыс, шамаң келсе бізге көмектес» деп айқайлады. Осы кезде дәл қазіргі Зәмзәм құдығының тұрған жерінен Жәбірейіл періште көрінді. Ол аяғымен яки қанатымен жерді қаза бастады. Бір кезде жерден бұрқ етіп мөп-мөлдір су атқылап қоя берді. Хазірет ажар суды көре сала қуанышы қойнына симай, жан-жағын бөгеп, бұлақтың көзін тырмалап ашып, Мысыр тілінде «Зәм-зәм, тоқта, тоқта» деді. Ақиқ елші саллаллаху алейхи уәсәлләм бұл туралы: «Алла Исмайылдың анасы ажарға рахым етсін. Ол Зәмзәмді алақанымен бөгемегенде, ол сөзсіз сарқырап аққан үлкен өзен болар еді» дейді. Хазірет ажар да, баласы да судан қанғандарынша ішіп, шөлдерін басты. Жәбірейіл оған: «Өмір сүре алмаймыз деп қорықпаңдар. Бұл жерде қағба бар. Оның қабырғасын мына бала мен әкесі бірге қалайды» деді де көзден ғайып болды. Ажар ана мен баласы Исмайыл осылай күн кешіп жатты. Бір күні бұл маңнан Жархам тайпасы өтіп бара жатты. Олар ұзақтан қағбаның төбесінде бір құстың айналып ұшып жүргенін байқады. Жархам тайпасының ақсақалы: «Құс бар жерде сөзсіз су болады, қанекей барып көріп келіңдер» деп екі адамын жіберді. Олар сол жерге жақын бір төбенің басына шыға қап, суды көріп, өз көздеріне өзі сенбей дереу артқа қайтып, көргендерін ақсақалдарына жеткізді. Олар бұлақ басына жеткенде сол жердегі күркеде бір әйелдің құндақтағы сәбимен ғана тұрып жатқанын байқады. Олар әйелден:
біз де осы жерге келіп қоныстансақ деп едік. Осыған рұқсат етесің бе деп сұрайды. Ол, әрине болады. Судан қалағандарыңша пайдаланыңдар. Бірақ түптің түбінде су біздікі деп таласпайсыңдар. Судың иесі мен деп жауап береді. Жархам тайпасы осылайша сол жерге шатырларын тігіп қоныс тебеді. Хазірет Ажар да олар келген соң жалғыздықтан айықты. Көп жыл өткен соң бұл жер қауым елге айнала бастады. Бұл Ибрахимнің алейхиссалам дұғасының қабыл болуының белгісі еді. Жархам сол аймақтағы арабтардың тайпасы болатын. Хазірет Исмаил өсе келе араб тілін үйреніп, сол тайпаның бір қызына үйленді. Құрбандықтың қасиеті. Уақыт зулап өтіп жатты. Көзді ашып жұмғанша, Хазірет Исмаил да тепсе темір үзетін жігіт болды. Анда-санда әкесі Ибрахим келіп, екеуі бірге таудан отын таситын. Бір күні Ибрахим пайғамбар түс көреді. Кейбір деректерде бұл күннің Зилхиджа, яғни қажылық айының 8-ші күні екендігі айтылады. Түсінде өз баласы Исмаилда Алла тағала жолында құрбандыққа шалып жатқанын көреді. Әлгі түсін ертеңіне қажылық айының 9-ші күні тағы да көреді. 10-ші күні 3-ші рет көреді. Сосын бұл түстің жай ғана түс емес, Хақ тағаланың әмірі екендігін айқын аңғарады. Алла тағала Ибрахим пайғамбарды ауыр сынаққа салған еді. Бір пайғамбардың баласын құрбан етіп шалуы әлбетте оңай емес. Сондықтан Хақ тағала оған түсінде 3 рет аян беріп, ауыр сынаққа бойын әсте-әсте үйретеді. Хақ пайғамбар баласы Исмаилға қолыңа балта мен пышақ, жібіңді ал, тауға отын алуға барамыз деді. Осылайша екеуі жолға шықты. Жолда баласына көрген түсін айтты. Балам, бірнеше күннен бері ылғи түсімде сені құрбандыққа шалып жатқанымды көрем. Осыған сен не дейсің? Баласы ойланбастан, әкешім-ау, саған қандай нәрсе әмір етілсе, соны дереу орындағаның жөн. Иншалла, мені Хақ тағаланың әміріне бағыну тұрғысында сабыр етушілердің қатарынан табасың деді. Исмаилдың бұл жауабынан оның Алла әмірін екетпейтін аса бағынышты құл екендігі байқалды. Ибрахим алейхиссалам зор тәуекелге барды. Баласының жауабына іштей қатты сүйсінді. Олар жолда келе жатқанда, алдарынан Ібліс шығып, Ибрахим пайғамбарды азғыруға тырысты. Ол көрген түсінің шайтани түс екендігін, адам өз баласын өзі құрбандыққа шалам екен деп жолын кескестеді. Алайда Хақ пайғамбар оның сөздеріне құлақ аспады. Одан соң Ібліс Хазірет Исмаилды азғырып, осы күнге дейін әкесінің айдалаға анасымен бірге жалғыз тастап кеткенін, қанша жылдан соң көріссе де, баласын құрбандыққа шалып, анасын тағы да жалғыз тастамақ екендігін айтып азғырды. Исмаил Іблістің сөзіне құлақ аспастан оны қуып жіберді. Артынан 7 тас лақтырды. Қажылық кезінде шайтанға 7 тас лақтыру да осының бір көрінісі еді. Хақ пайғамбар баласы екеуі Мина жеріне келді. Ибрахим баласын жатқызып, жіппен байлап, пышағымен қанша рет кеңірдектен оңды-солды тартса да пышақ өтпей қойды. Осы кезде баласы жерге етпетінен жатып, жүзін әкесінің көрмеуін қалады. Бірақ пышақ тағы да өтпеді. Бір кездері Хақ пайғамбар елін ақиқатқа шақырған үшін Алла жолында құрбан етіліп отқа тасталған болатын. Бірақ сол от Алла жолында болғандықтан Ибрахим пайғамбарды өртемеген еді. Осы жолы да алмастай өткір пышақ оның Алла жолында құрбан етілген баласының мойнын кеспеді. Хақ тағала отқа, «Эй от, Ибрахимге салқын әрі жайлы бол» дегендей, бұл пышаққа да жұмсақ бол деп әмір еткен еді. Өйткені Алланың хикметі баласын құрбанға шалу емес, екеуінің ниеті мен адалдығын сынау еді. Һәм бұлардың осы сынақтан қалай мүдірмей өткенін бүкіл ғаламзаттағы періштелерге көрсетіп, жер бетіне халифа жаратудағы хикметін тағы бір рет көрсетуі және қияметке дейінгі адамзатқа өнеге екендігін дәлелдемек еді.
Осылайша Хақ Тағаланың хикметі мерзімі келгенде іске асты. Әкелі балалы қос пайғамбар сынақтан табыспен оралды. Осы кезде Алладан аян келді. Құранда: «Ей Ибрахим» деп дыбыстадық. Рас, түсіңді шыңға шығардың. Күдіксіз, ізгі іс істегендерді осылайша сынаймыз. Шын мәнінде бұл бір ашық сынақ еді. Оны бір ірі құрбандық қауыстырдық. Оған кейінгілердің арасында жақсы даңқ қалдырдық деп айтылады. Хақ пайғамбар баласы екеуі осы дауысты естіп жан-жақтарына қарады. Олар аспаннан бір қошқарды алып түсіп келе жатқан Жәбірейілді көрді. Ол Ибрахим пайғамбарға: «Мына қошқар 40 жыл жәннатта тұрды. Ал енді балаңның орнына осыны құрбанға шал» дейді. Осыдан кейін баласы екеуі әлгі қошқарды Алла разылығы үшін құрбанға шалып, Хақ Тағалаға шүкіршілік етті. Хазірет Ибрахим осы оқиғадан кейін Палестинадағы әйелі Сараның қасына оралды. Хақ пайғамбардың қонақтары. Лот пайғамбар елін дінге шақырғалы талай заман өтті. Бірақ олар тәубеге келудің орнына Лот пайғамбардың өзіне қарсы шығып, жан төзгісіз азап шектірді. Соңында Хақ Тағала оларды жермен жексен ету үшін періштелер жіберді. Олар алдымен Хазірет Ибрахимге барып, жақында жасы 100-ге жетсе де бала көтермеген бәйбішесі Хазірет Сараның ұл табатындығын, Лот пайғамбарды аяқ асты еткен кәпір елдің тып-типылын шығаратынын айтты. Періштелер оның үйіне жас жігіттің бейнесінде келді. Хақ пайғамбар: «Мал дүниеге қаншалықты бай болса, көңілі де соншалықты кең еді». Ол қонақтардың есігін қағып, «Құдайы қонақпыз» деген даусын естігенде қуанышы қойнына сыймай, есікті ашқан жасықты. Бір-бірлерімен көркем мінезді мұсылмандарша сәлемдесті. Қонақтардың киім-киісінен, жүріс-тұрысынан ақ бөгде жердің адамдары екендігі көрініп тұрды. Әншейінде қонақсыз аузына ас батпайтын, тіпті қонақ келмесе көлденең жүргіншілерді шақырып алып, асты үстіне түсіп күтетін Ибрахим пайғамбар мына келген бөгде қонақтарға да ерекше ілтипат жасап, иіліп жастық, жазылып төсек болды. Үйдегі жылы жұмсағының барлығын солардың аузына тосып құрақ ұшты. Төрге шығарып күтті. Құранда былай делінген: «Дереу үйіне барып, бір семіз тайыншаны алып келді. Оларға тамақты жақындатып қойып, жемейсіңдер ме?» деді. Олардан тіксініп қорықты. Олар: «Қорықпа» деді де, болашақта білімпаз болатын бір ұлмен қуантты. Сонда үйінің арғы тұсынан Ибрахимнің жұбайы бетін шымшып, әбден кемпір болғанда бала көтеремін бе деді. Олар осылайша Раббың бұйырды, өйткені ол аса дана, толық білуші десті. Ибрахим алейхиссалам оларға қарап: «Уа Алланың елшілері, сендер тек қана ұлмен сүйіншілеуге келмеген боларсыңдар. Басқа да маңызды міндеттерің бар шығар» деп сұрады. Олар: «Біз діннен безген, адам баласының жаратылысына теріс, адам айтқысы зұлымдықтарға барған бір күнәһар елді жер бетінен жоқ қылу үшін жіберілдік. Біз оларға балшықтан жасалған тастар жаудырамыз. Бұл тастар нәпсіге құл болған азғын ел үшін арнайы әзірленген» дейді. Осы кезде Ибрахим алейхиссалам қатты қорқып, «Ол жерде Лот та бар ғой» деп сұрағанда, олар: «Біз әрине ол жерде кімдердің бар екенін жақсы білеміз. Сөзсіз Лот та, оның отбасы да бұл азаптан құтылады. Бірақ оның әйелі құтыла алмайды. Өйткені ол елінің жасаған қылмыстарына ортақтасқан» деп жауап береді. Періштелер хабар берген соң, көп ұзамай Сара жүкті болды. Айы күні жеткенде, шекесі торсықтай ұл тапты. Ол Исқақ алейхиссалам еді. Қағбаның тұрғызылуы. Арада біраз уақыт өткен соң, Ибрахим алейхиссалам Меккеге тағы келді. Ол баласының маңдайынан сүйген соң: «Исмайыл, Алла маған бір ұлы істі әмір етті» дейді. Исмайыл болса: «Әкешім, Алла әмір етсе дереу орындаңыз, мен де сізге көмектесейін» деді. Ол сонда: «Алла бізге
қағбаның қабырғасын қалауды әмір етті деп жауап береді. Олар шұғыл іске кірісіп, құрылысты бастап та кетті. Хазірет Исмайыл тас тасып, Ибрахим пайғамбар оны қалап жатты. Бір кезде қағбаның қабырғасы биіктеп, Ибрахим пайғамбардың бойынан асқанда ол баласына бір тас әкелуді бұйырды. Баласы Исмайыл таудан бір тас әкеліп, әкесінің табанының астына қояды. Кейбір деректерде бұл тасты Жәбірейіл періште жәннаттан алып келгені туралы айтылады. Бұл тастың түсі қара болғандықтан қара тас деп аталды. Әкелі балалы екеуі қағбаны салып біткен кезде Ибрахим қолын жайып, бізден қабыл ет. Күдіксіз, сен тілекті тым естуші, толық білушісің. Раббымыз, екеумізді де өзіңе бойсынушы қыл. Ұрпақтарымызды да өзіңе бойсынушы үмбет ете көр. Әрі бізге қажылық амалдарымызды көрсетіп, тәубелерімізді қабыл ет. Әрине, сен өзің тәубені қабыл етуші, ерекше мейірімдісің. Раббымыз, ұрпағымыздың ішінен оларға аяттарыңды оқитын, кітапты, әрі үкімдерін үйретіп, оларды тазартатын бір елші жібергейсің. Күдіксіз, сен өзің ғана аса үстем, өте данасың деп жалбарынды. Баласы Исмайыл да қасында қол жайып, әмин деп қайталап тұрады. Я, Халилулланың алейхиссалам осы дұғасы қабыл болып, Хақ Тағала ақыр заман пайғамбары етіп, Хазірет Мұхаммед пайғамбарды жібереді. Саллаллаху алейхи уасалам. Қағба толық біткен кезде, Хақ Тағала оларға қағбаға тауап еткен қажылықтың парыз болғандығын жария етуіне әмір берді. Хазірет Ибрахим қағбаның үстіне шығып, күллі мұсылмандарды қажылыққа шақырды. Естіген халық топ-тобымен келіп, Ибрахим пайғамбардан қажылық парыздарын үйреніп, онымен бірге қажылық жасады. Хазірет Исқақ та ит арқасы қияннан келіп, ағасы Исмайылмен бірге міндетін өтеді. Содан күні бүгінге дейін мұсылмандары сол бір қасиетті жерге зиярат етіп, қажылық жасап келеді. Хазірет Ибрахим ақырғы қажылығын әйелі Сарамен бірге жасады. Одан кейін Шамға оралды. Әйелі Сара 120 жасында бұл дүниемен қош айтысты. Оның артынша Хазірет Ибрахим де өзіне жүктелген міндетті толық атқарып барып көз жұмды. Хазірет Ибрахим Құдысқа жақын Халилур Рахман деген жерде жерленеді.